Бүгінгі біздің дәрісіміз ақпараттық қауіпсіздік түсінігі және де қағидалары. Қазіргі кезде ақпараттық қоғам, ақпарат ең маңызды ресурстардың бірі, яғни мемлекеттер, ұйымдар, жеке тұлғалар және де әртүрлі ұйымдар болсын барлығы белгілі бір ақпарат көздерімен, деректермен жұмыс істейді. Осы ақпараттық деректерді компьютерлік желілерде сақтау және де оны қорғау бізге өте маңызды. Енді жалпы ақпараттық қауіпсіздік түсінігімен таныса кетсек, ақпараттық қауіпсіздік түсінігі бізде ақпаратты рұқсатсыз қол жеткізуден, өзгертуден, жоюдан немесе таратудан қорғауға бағытталған шаралардың жүйесі. Ақпараттық қауіпсіздік тек техникалық құралдардан ғана емес, сонымен қатар ұйымдастырушылардан, құқықтық және де бағдарламалық әдістерді қамтиды. Ақпараттық қауіпсіздіктің маңызы, яғни бірінші ол бізде кибершабуылдан қорғау, одан кейін сенімділікті қамтамасыз ету, қаржылық шығындарды болдырмау және де заңнамалық талаптардан қорғау болып табылады. Ақпараттық қауіпсіздіктің негізгі мақсаттары бізде осы жерде 6 мақсаты көрсетілген. Яғни бірінші мақсаты бізде қорғау, яғни ақпаратты рұқсатсыз қол жеткізуден сақтау, одан кейін бізде сақтау, яғни белгілі бір желілерде сақталған ақпараттарды деректердің тұтастығы мен бүтіндігін қамтамасыз ету қажет болады, және де қолжетімділік, ақпаратқа үздіксіз қол жеткізуді қамтамасыз ету. Және де төртінші ол бізде бақылау, қол жеткізуді басқару және де аудит жүргізу. Бесінші қалпына келтіру, яғни инциденттерден кейін жүйені қалпына келтіру. Кейін бізде алтыншысы, яғни қауіптерді ерте анықтау және де алдын алу, болдырмау шараларын жүргізу болып табылады. Негізгі қағидалар бірінші бізде 3 қағидасын орналастырды, яғни бірінші қағидасы құпиялылық, екіншісі тұтастық және де үшіншісі қолжетімділік. Жеке-жеке тоқтала кетсек, бірінші бізде құпиялылық, яғни құпиялылық тек рұқсат етілген тұлғалардың ақпаратқа қол жеткізуін қамтамасыз ету қағидасы. Бұл шифрлаудан, қол жеткізуді басқарудан, аутентификациядан және де деректерді жіктеуден тұрады. Құпиялылықты қамтамасыз ету үшін келесі бізде талаптар бар. Одан кейін бізде тұтастық, яғни бұл тұтастық ақпараттың дұрыстығын, толықтығын және де рұқсатсыз өзгертуден қорғауын қамтамасыз етеді. Оның келесі талаптары, яғни кэш функциялар, сандық қолтаңба, резервтік көшірмелер, нұсқаларды бақылау болып табылады. Келесі бізде үшінші қолжетімділік, яғни бұл бізде қолжетімділік ақпаратты қажет уақытқа пайдаланушылар үшін қолжетімді болуы. Егер жүйе істен шықса немесе бұзылса, пайдаланушылар қажетті ақпаратты ала алмай қалады. Оның келесі шарттары, яғни талаптары: сервердің қосарлануы, үздіксіз қуат көзі, бұлттық қызметтер және де жүктемені теңестіру болып табылады. Бізде енді осы ақпаратқа тиетін, яғни төнетін қауіптер, бірінші ол бізде зиянды бағдарламалар, яғни зиянды бағдарламалар компьютерлік вирустар десек те болады. Келесі әлеуметтік инженерия, адамдарды алдау арқылы қол жеткізу, одан кейін DOS, DDoS шабуылдар, яғни қызметті тоқтату шабуылдары. Содан кейін ол бізде фишинг, яғни жалған ақпараттармен, жалған хаттармен веб-сайттар, құпия сөздерді бұзу және де SQL инъекция болып табылады. Енді бізде осы ақпараттық қауіпсіздіктің құралдары: firewall, антивирус, VPN, шифрлау және де MPA, IDS, backup, SIEM дейтін сияқты негізгі ақпараттық қауіпсіздіктің негізгі қорғау құралдары. Ол бізде ақпараттық қауіпсіздіктің саясаты, яғни қауіпсіздік саясаты ол бізде ұйымның ақпараттық активтерін қорғау үшін белгіленген ережелер мен процедуралар жиынтығы. Ол бізде 4 түрлі талаптан тұрады, яғни біріншісі қол жеткізу саясаты, құпия сөздер саясаты және де инцидентке жауап беру, деректерді жіктеу. Ақпараттық қауіпсіздікті басқару, жоспарлаудан, орындаудан, тексеруден және де әрекет етуден тұрады. Жалпы енді осы дәрісті қорытындылай кетсек, ақпараттық қауіпсіздік бұл қазіргі ақпараттық қоғамда ерекше маңызды рөл атқарғандықтан, оны басқа ұйымдарда, мемлекеттен немесе жеке тұлғалардың қауіпсіздігінен қорғау керек және де оны біз қамтамасыз ету керекпіз. Ақпараттық қауіпсіздік жүйесі құпиялылық, тұтастық, қолжетімділік қағидаларына негізделеді және де бұл қағидалардың негізін сақтау ақпараттық жүйелердің тұрақты, қауіпсіз жұмыс істеуіне мүмкіндік береді.
қазіргі уақытта ақпараттық қауіптердің саны артып келгендіктен біз ақпараттық қорғау шараларын үнемі жетілдіріп отыруымыз қажет. Тек техникалық құралдар ғана емес, әртүрлі құқықтық шараларды қолдану бізге аса маңызды.